Киіз үй қазақ халқының тұрмыс тіршілігінің, мәдениетінің және табиғатпен үйлесімді өмір сүруінің нышаны. Ежелгі заманда ол көшпелі өмірдің басты баспанасы болып, шеберлер оның әр бөлігін ұқыптылықпен, зергерлік дәлдікпен жасаған. Уақыт өте келе, киіз үйдің құрылымын үйрену мен оның бөліктерінің мағынасын түсіндіру мақсатында ойын түрі пайда болды. Балалар мен жасөспірімдерге арналған бұл ойын киіз үйді бөлшектен біріктіріп құрастыру арқылы ұлттық мұрамен таныстырады. Ойын барысында әрбір уық, кереге, шаңырақ пен түндік өз орнын табады. Осылайша ойыншы тек баспана емес, ата дәстүрдің, бірліктің және еңбектің бейнесін қалпына келтіреді. Бүгінде киіз үй құрастыру үстел ойыны ұмыт бола бастаған дәстүрді қайта жандандырып, ұлттық мәдениетті, қызықты әрі танымдық жолмен ұрпаққа жеткізудің бір үлгісі болып отыр.